Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет осындай восточный пирогтың жасалу жолын көрсетсем деп отырмын. Дәмі де, өзі де керемет болып шығатын бұл пирогты міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қонақтарыңызды таңғалдыратын пирогтардың бірі болады. Олай болса, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Жұмыртқаның 2 сарыуызын қаймақтың үстіне салып, оған қантты қосып, жақсылап араластырып, сұйықтық жасап аламыз. Ыдысымызға ұнды, оның үстіне шым-шым тұзды және соданы салып, тоңазытқыштан шыққан сары майды салып, осының барлығын қолмен жақсылап араластырып, ұнтақ жасаймыз. Ұнды алдын ала міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Осылай қолмен жақсылап үгітіп, крошка жасаймыз. Ұнымыз осылай дайын болғаннан кейін, дайындап алған сұйықтықты үстіне құйып, осының барлығын жақсылап елеп, өте жұмсақ песочный тесто жасаймын. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Барлық қоспаларды мен алдын ала жуып турап алдым. Бұл жерде менде мейіз, құрма және грек жаңғағы. Сіздер өз қалауыңызша осы кепкен жемістерді және жаңғақтарды басқа түріне ауыстыра берсеңіздер болады. Және бізге бал керек болады, осындай сұйық, табиғи бал болса өте дұрыс. Енді біз алдын ала бөліп алған жұмыртқаның 2 ақуызын шайқайтын боламыз. Бұл үшін бізге 30 грамм қант керек болады. Ақуызымыз осылай өте қою болып шығу керек. Енді ақуыздың үстіне біз қоспаларымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қоспаның үстіне 2 ас қасық балымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштан қамырды шығарып, оны 2 бөлікке бөлеміз. Бірі үлкен, бірі кіші болу керек. Үлкен бөлігін біз алдын ала дайындап алған формамызға қазір жайып салатын боламыз. Қамырымызды осылай қолмен тегістеп шығамын. Дайын болған қамырдың үстіне салманы салатын боламыз. Оны жақсылап тегістеп алу керек. Біздің пирогтың салмасы осындай болып шығады. Енді екінші бөлік қамырымызды алып, оны кішкене ұн сеуіп, жайып, қазір біз бұдан жолақтар жасайтын боламыз. Бұл біздің пирогымыздың бетіне қою үшін. Дайын болған жолақтарды алып, пирогтың бетіне осылай қойып шығамыз. Енді осының барлығын қолмен жақсылап жабыстырып шығамын. Артық шетін кесіп алып тастайсыздар. Бізге жұмыртқаның 1 сарыуыз керек болады. Осылай сарыуызды түгел пирогтың бетіне жағып шығамыз. Сол кезде сіздердің пирогтарыңыз қып-қызыл болып өте әдемі болып пісіп шығады. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған пеште қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз.
Міне біздің пирог пісіп дайын болды. Оны міндетті түрде стол үстінде жарты сағат суытып алыңыздар. Бізге бетіне жағуға сироп керек болады. Бұл жерде менде 1 шай қасық балмен қайнаған суды араластырып алдым. Сіздер бал болмаса қанттан сироп жасасаңыздар болады. Суығаннан кейін формасынан осылай босатып, бетіне сиропты жағып шығамыз. Сиропты ыстық күйінде немесе салқын күйінде жақсаңыздар да ештеңе болмайды. Бірақ пирогты әбден суытып алыңыздар. Сол кезде сіздерде пирогты кескен кезде пирогтарыңыз шашылмай өз формасын ұстайтын болады. Міне достар, біздің керемет восточный пирогымыз дайын болды. Сіздерге кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ, қамыры толығымен пісіп шыққан пирог. Дәмі де өте керемет. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.